Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен таразының көмегінсіз өте оңай жасалатын 12 қасық пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, үстіне 12 қасық қантты саламыз. Шым-шым тұз қосып, миксердің көмегімен 2 минуттай араластырамыз. Одан соң 12 қасық сұйық майды құямыз. Және де 12 қасық сүтті құйып, қалауларыңыз бойынша лимон шырынын және цедрасын қоссаңыздар болады. Аздап ваниль қантын қосып, миксермен араластырып аламыз. Соңында 12 қасық ұн мен қопсытқышты қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Біздің массамыз дайын, енді оны диаметрі 20-22 сантиметрлік формаға құямыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, оны толықтай суытып, бетін қант ұнтағымен әсемдесеңіздер болады. Пирог өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.